Міне мен қазір ғана бүкіл түркі Орта Азияның түркі елдеріне танымал болған башқұрттардың Айола тобының Хомай деген әнін қайттан тыңдап шықтым да. Қазір ол жайлы мына ақпарат кеңістігінде біраз дау жүріп жатыр да. Соған енді айтарым, әрине мен башқұрт бауырларымызға да қуаныштымын. Оның алдында Слово пацана деген сериалдың саундтрекі болған Махаббат пиаласы, бұл татарлардың әні, ол да кең танымал болды. Оларға да қуаныштымын. Енді айтарым былай, бұл әншілер Beatles, Queen, Rolling Stones, Michael Jackson, Elvis Presley сияқты емес, өкінішке орай. Бұлар тек қана бір әннің, не болмаса бір екі әннің ғана орындаушылары да. Ал мысалы Beatles жылына 5-6 хит шығаратын, және ол 8 жыл бойы. Queen да сондай, Elvis Presley, Michael Jackson, бұлар барлығы бір жылда бірнеше хиттерді шығаратын еді. Орысша айтқанда певцы, исполнители одного трека, одной композиции дейді ғой, или актер одной роли, сол сияқты болмаса деп тілеймін енді. Рахмет.